Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін сіздермен информатика пәнінен қашықтық сабағын бастаймыз. Пән мұғалімі Алматы облысы Ақсу ауданы Юрий Гагарин атындағы орта мектебінің информатика пән мұғалімі Тұрарбеков Қайсар Қанатұлы. Сабағымызды бастамас бұрын жағымды ахуал алып алайық. Балалар, мен сіздерге әрқашан, әр жағдайда үлкен жетістіктер тілеймін. Есімізге түсіріп кетейік, экрандағы суреттерді қандай кескін көріп отырмыз? Бірінші, бұл программада жазылған скрипт деп аталады. Ал екінші кескінде тұрған бұл біздің кейіпкер. Scratch программалау ортасының негізгі кейіпкері. Мысық немесе спрайт деп аталады. Сабағымыздың тақырыбы ойын программалау ортасында нысандар мен оқиғалардың анимациясын құру. Сабақтың мақсаты ойын программалау ортасында нысандар мен оқиғалардың анимациясын құру. Балалар, сіздерге анимация ұғымы таныс. Анимация ұғымы нысанның қозғалыс немесе өзгерісін, қозғалыстың әртүрлі кезеңіне сәйкес кескіндер тізбегін экранда жылдамдата көрсету арқылы дене қозғалысы динамикасын экранда бейнелеу тәсілі. Экранда көріп отырғандай, бұл өмірде кездесетін анимациялар. Мультфильмдерде кездеседі. Осындай анимация құрып үйренеміз. Анимация құрудың жолдарымен танысайық. Анимация құрудың екі жолы бар. Біріншісі, дайын суреттерді қолдану арқылы анимация жасау. Классикалық әдіс деп аталады. Классикалық әдіс сурет файлдары арқылы жасалады. Екінші әдіс, компьютерлік ойындар жасау. Кадрлық анимациялар деп аталады. Scratch программалау ортасында анимацияны қалай құрамыз? Ондағы нысандар мен оқиғаларды қалай іске қосамыз? Scratch программалау ортасының нысандар мен оқиғалардың анимациясын құру мүмкіндігі жоғары. Кез келген нысанға қимыл қозғалыс жасап, дыбыс әсерлерін және мультимедиа мүмкіндіктерін пайдалану арқылы түрлі шығармашылық жобаларды, оқиғалар мен танымдық ойындарды, анимациялық ертегілер мен мультфильмдерді ойластырып, компьютерлік модельдерді құрастыруға болады. Енді осы әсерлерге қол жеткізу үшін біз программа терезесінде жаттығу жасайық балалар. Жаттығуымызды бастайық. Scratch бағдарламасын телефондарымыздан ашамыз. Ашқан кезде бізде осындай терезе ашылады. Бұл терезе сіздерге түсінікті болу үшін мен бұны 3 аймаққа бөлдім. Бірінші аймақ бағдарлама аймағы. Бұл жерге сіздер блоктарды қойып, бағдарлама жазасыздар. Бірінші аймақ. Екінші аймақ блоктар аймағы. Бұнда арнайы жазылған кодтық тілде командалар бар. Осы блоктарды бағдарлама аймағына алып барсаңыздар, кейіпкерлеріңіз қозғалады. Үшінші аймақ. Үшінші аймақ бұл спрайттар мен көріністер аймағы. Бұл жерде спрайттың өзінің арнайы шаблондары бар, және де жаңадан беттері бар. Сіздерге түсінікті болу үшін бір мысал келтірейін. Жаңадан бет ашайық. Басты кейіпкер ретінде, спрайт ретінде жер шарын алайық. Жер шарын енді қозғалысқа келтірейік. Ең бірінші скрипт жазып алу керек. Скрипт жазу үшін оқиға блогына барамыз да жалауша аламыз. Бұл программаның басы. Әр қадам жасағанда программаның басы осы жалаушамен басталады. Екінші, қозғалыс блогына барып, айналу блогын алып жалаушаға жалғаймыз.
айналуға қадам бере аласыздар. Мысалға 15 өз қалауларыңыз бойынша. Бұл әрекетті қайта-қайта қайталамау үшін басқару блогында қайталау операторы бар. Соны бағана қозғалыс блогына жалғаймыз. Нәтижесін көрейік. Нәтижесінде жер шарымыз қозғалысқа түсті. Бұның артына фон таңдасақ болады. Мысалға космос. Жалаушаны басып тағы тексереміз. Біздің спрайт қозғалыста тұр. Екінші бет қосып, тағы бір спрайт қосайық. Күнді қосайық. Енді бұл күнге тек айналу емес, айналу және секіру командасын берейік. Бағанағындай оқиға блогында жалаушадан бастаймыз. Екінші қозғалыс блогынан айналуға тағы да қадам береміз. Қадам берейік тағы да айналуға. 12. Және секіру блогын жалғаймыз. Және де бұл әрекетті қайта-қайталамау үшін басқару блогынан қайталау операторын екеуіне байланыстырамыз. Нәтижесін көрейік. Нәтижесінде күн айналады және секіреді. Ал жер шарымыз тек қана айналады. Құрметті оқушылар, сіздерге енді үй тапсырма. Кез келген спрайтты таңдап, кейіпкерді қозғалысқа түсіру және сол спрайтқа бірнеше команда беру. Мысалға, дауыс шығару, жүру, секіру секілді.